мінекей біз мына матаны аламыз. Былай бұны бүйтіп үшбұрыштап бүктей саламыз. Үшбұрыштап бүктеп мына жерінен былай сәл тігіп аламыз. Мынаны енді бүйтіп сызып қырқамыз бұны. Бұны қырқып алдық. Енді мына жеріне маңдайшасын былай пішеміз. Оны мына жерден аламыз былай бүктеп. Оралып қалатын мата екен бұл өзі. Біз бұл маңдайшаны мынаның ұшы жағына қарай дайындаймыз. Мына жерге бұлай тігілу керек бұл. Бұлай қойылу керек. Біз өзіміз жобалап ала береміз, қанша біз не жабатын жерімізді. Осылай. Бірақ біз сәл жұмырлап аламыз. Енді осылай қырқып аламыз. Мына алып алдық, қазір көрсетемін. Мына маңдайша, бұл маңдайшасы үшіде осылай тұрады. Енді бұның астына, тамағының астына да аламыз. Бұл тамағының астына оны жай біткен тала саламыз. Мынаны мен ұзын қып алдым. Қазір мынаны үстіне қойып, бұны пішіп аламыз. Мінекей, мынаны осы жерге тігіледі. Енді мынау тамағын астына тігілетіні осылай. Міне, осы жерге шейін тігуге болады. Мына менікі артық. Мінекей, бүйтіп қойған кезде бұны бұл жағында сәл үшбұрыштау қылып алып аламыз. Осылай тігеді, мына жерде бетіміз, мына маңдайшасы жабық тұрады. Және біз бұны анау көйлекке тігер кезде кішірейтуіміз де мүмкін. Жаңағы мойнына лайықтап қоятын. Не болмаса, мына жақта былай да аламыз, міне. Бүйтіп те аламыз. Міне осылай. Сонда мойнына киініп, әдемі болып тұрады. Еле болмаса осылай да ала береміз. Оны енді сантиметрге салғанын көрсетейін. Мінекей, мен алғаным мынаны. Мына жерден 24, былай 11 сантиметр алдым. Ал мына тамағын астындағысын жартып бүктегенде осылай тігіледі. Бұның ұзындығы да қараңыз. 20, мына жерін 5 сантиметр алдым, бірісінен 4 қалады. Мұны осылай, екеуінің бұлай қашықтығы, бұл әркімкі өзінің несіне, бетіне қарай болады. Менікі 30 болды. Мына орамал сияқталған, мен өте ұзын алып қойғаным, бұны кішірейтіп те алуға болады.